Қазақстан Республикасы Қарулы күштері әскери полиция бас басқармасының негізгі іс-шаралар жоспарының талаптарына сәйкес Алматы гарнизонында орналасқан әскери бөлімдер мен мекемелерде ағымдағы жылдың қыркүйек айының 1 мен 30 аралығында жарақаттанудың алдын алу айлығы аясында профилактикалық іс-шаралар өткізілуде. Іс-шара барысында қызметтік уақытта, тұрмыста жауынгерлік және дене шынықтыру сабақтарын өткізу барысында, сонымен қатар әскери бөлімдердің аумағында әскери техникаларды тиеу, тасымалдау және түсіру жұмыстарын өткізу кезеңінде қауіпсіздік іс-шараларының сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде.